Балалар, 27 мен 3-тің қосындысын баған түрінде қалай шығаруға болады? Яғни, жазамын 27 қосылған 3. Біз білеміз, бірліктерге бірліктерді, ондықтарға ондықтарды қосу. Яғни, 27 мен 3 санының бірліктері ол 7 бірлік және 3 бірлік. 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. Келесі, ондық, 2 ондық, ойдағы мен 3 ондық. Яғни, жазамыз 3. Яғни 27 мен 3-тің қосындысы 30 болады. Келесі балалар 30-дан 3-ті азайту. Яғни 2 таңбалы саннан 1 таңбалы санды қалай азайтуға болады? Ең бірінші қараймыз. 0-ден 3 азайтыла ма? Азайтылмады. Яғни 3 ондық өзінің 1 ондығын 0-ге береді. Яғни бұл жерде 10 болды. Енді біз азайтамыз, 10-нан 3-ті азайтамыз. Болады 7. 3 ондық өзінің 1 ондығын 0-ге бергендіктен 3-те неше ондық қалды? 2 ондық қалды. Яғни 30-дан 3-ті азайтсақ, мәні 27. Келесі, 2 таңбалы санға 2 таңбалыны қалай қосамыз? Бірінші бірліктерді бірліктерге, ондықтарды ондықтарға қосамыз. Ең бірінші 6 ондыққа 4 ондықты қоссақ, 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-і ойда. Келесі ондықтарды қосамыз. 4 ондыққа 1 ондықты қоссақ 5, ойдағы мен 6. Яғни 46 мен 14 санының қосындысы 60-қа тең. 2 таңбалы саннан 2 таңбалы санды қалай азайтуға болады? 60-тан 14-ті азайтамыз. Енді қараймыз, назар саламыз. 0-дан 4-ті азайта алмаймыз. Сондықтан да 6 ондық өзінің 1 ондығын 0-ге береді. Яғни бұл жерде 10 болды. Енді азайтуға болады. 10-нан 4-ті азайтсақ 6 болады. 6 ондық 1 ондығын 0-ге бергендіктен бұл жерде 5 ондық қалды. Енді 5 ондықтан 1 ондықты азайтсақ 4 ондық болады. Айырманың мәні 46-ға тең. Келесі 82 мен 18-дің қосындысын баған түрінде қалай шығаруға болады? Назар саламыз. Бірінші бірліктерді бірліктерге қосамыз, ондықтарды ондықтарға қосамыз. Яғни 2 бірлікке 8 бірлікті қоссақ 10 болады. 0-ін жазамыз, 1-ін ойда сақтап қаламыз. Келесі 8-ге 1-ді қосамыз 9, ойдағы мен 10. Жазамыз 10. Яғни 82 мен 18-дің қосындысы 100-ге тең болады. Келесі 3 таңбалы саннан 2 таңбалы санды қалай азайтуға болады? Енді назар саламыз. 0-ден 2 бірлікті азайта алмаймыз. Ал келесі 0-дан 8 ондықты азайта алмаймыз. Сондықтан да мына 100 ондық 1 ондығын келесі 0-ға береді. Ал мұндағы 0 ондық өзінің көршілес санына тағы да 1 ондығын береді. Яғни, мына жерде толық ондық болады. Ал мұнда 9 болады. Енді азайтуға болады. 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 9-дан 8-ді азайтсақ 1. Яғни 100-ден 82-ні азайтсақ 18 болады.